Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қайырлы таң. Бірде Абай атамыз сол заманда ел билеген, би болған, болыс болған бір әйгілі елге сыйлы адам қайтыс болып, соның қарасына барады. Күзетінде отырады деген сияқты да. Сол күзетінде отырған күні бір бөлмеде Абайдан басқа тағы да сол елдің қариялары отырады. Сол кезде Абай жарықтық, бұл кісі өзін өзі билеген мықты адам еді ғой деп күрсінген екен. Сол кезде қасындағы адамдар оны түсінбейді де, оның сөзін былай деп айтып жатыр қасындағы қариялар. Әбеке, бұныңыз не? Ол кісі өзін өзі билемек тұрмақ, бүкіл дүйім елді басқарған, болыс болған, би болған кісі емес пе? Бұныңыз қалай деген екен. Бұлай баға беруіңізді түсінбедік деген ғой. Бұдан шығар қорытынды. Абай қысқа ғана сөзбен қайырып тұр, ол кісінің қаншалықты мықты екенін. Өзін өзі билеу демек, өзін өзін билеу, яғни нәпсісін басқару, дүйім елді, халықты басқарудан әлдеқайда қиын екен. Соны біліп тұрып, соның бәрін біліп отырып, қорытындылап айтқан бір-ақ сөз ғой, сол өзін өзін билеген жарықтық жақсы адам еді деп. Сондықтан да адам әрдайым өзімен алысу керек, нәпсісімен алысу керек, басқару керек. Басқалары екінші очередте. Бірінші кезекте адам ең алдымен өзін басқару керек, басқара білу керек екен. Мықты болайық, ерінбейік, өзімізді өзіміз басқарайық.